Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Әлеуметтік желіні қазір шулатып атқан Серік Сәпиев ағамыздың, батырымыздың, олимпийский чемпион ағамыздың батыр болды видеоны толығымен көріп шықтым. Барша қазақ азаматтарының намысын оятты. Оның ішінде өзіміз де бармыз. Намыстан өртендік, күйдік. Енді екі азамат кешірім сұрап жатыр екен. Құлатқан орыс жігіт, неміс жігіттің жалпы қазақшасы жақсы екен. Екі рет басын иіп кешірім сұрап жатыр. Енді бұл енді спорт, енді осындай спорт екен, батыр болды екен. Бірінші рет көріп тұрмын өзімде. Үлкенді сыйламағандық. Ана жерде қолында доп жоқ, құлатқан оның барлығы қате. Десе де осы орайда айтқым келіп тұрғаны, жалпы Серік Сәпиев ағама тыңдап отырса, аға, жалпы байқасаңыз, намысын жыртып атқанда, комментарийға жазып атқанда қазақтың азаматтары. Сол себепті сізге айтарым, көп жерде орысша сөйлейсіз аға, қазақша үйреніп, қазақша сөйлеп жүріңізші аға. Екінші өтінішім, енді қазақтың көк байрағын желбіретіп жүрген азаматсыз ғой аға. Құмар ойынның жалауын төсіңізге байлап алып шыққаныңыз ол азаматтығыңызға сын. Себебі арттарыңыздан еріп келе жатқан бізде небір олимпийский чемпион батырлар бар аға. Шындық жоқ жерде сұмдық көп дейді аға. Бал тамған өтіріктен қан тамған шындық артық. Шындық осыны айтқым келді.